Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге малинаны қысқа қалай сақтау керек екенін сіздерге үйретемін. Алдыменен менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің бау-бақшамда малина өседі. Жылда өзім қарап, сол малинаға теріп, содан малинадан варенье жасаймын. Міне терген малинам дайын болды. Қазір біз алдыменен малинаны өлшеп аламыз. Малинаны электронды таразға қойып, қазір оны өлшеп алайық. Ыдысқа саламыз. Малинаны өлшеп болдық. Салмағы 2,5 килограмм болды. Енді осы малинаны жақсылап езіп аламыз. Малинамызды әбден езіп дайын болды. Енді 2,5 килограмм малинаға 3,5 килограмм құмшекер саламыз. Енді осының бәрін әдемілеп араластырамыз. Малина мен қантты әбден араластырып болғаннан кейін 10-15 минуттан кейін тағы да араластырыңыз. Қантыңыз әбден еру керек. Одан кейін енді үйде мынандай пластмасса ыдыстарыңыз болса, немесе баклажкаларыңыз болса, осындай бос ыдыстарға құйып қоямыз. Осылай ыдысқа құйып болғаннан кейін дайын вареньені тоңазытқышқа немесе морозильникке сақтасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.